Уақыт ең құнды ресурс. Ақшаны қайтаруға болады, бірақ өткен уақытты қайтару мүмкін емес. Көп адам мұны кеш түсінеді. Сондықтан уақыттың қадірін біл. Уақытты мәнді әрі пайдалы іске жұмса. Ешкім сен туралы ойламайды. Әркім өзі туралы ойлайды. Алайда адамның көбі жұрттың өзі туралы пікіріне көп алаңдайды. Айналасы мақұлдасын деп әрекет етеді. Айналаңның бар болса көре алмайтынын, жоқ болса бере алмайтынын ескер. Әркім өз проблемасымен әлек. Кешірім сұрау әлсіздік емес. Батыс елдерінде байқамай біреудің аяғын басып кетсең де, тіпті аяғы басылған адамның өзі кешірім сұрап жатады. Ал бізде кісі өлтірген адам да кешірім сұрамайды. Себебі кешірім әлсіздік және қателікті мойындау деп саналады. Ал шын мәнінде тіпті айыпты болмасаң да кешірім сұрау өміріңді біраз жеңілдетіп тастайды. Арықтан аттап өткендей боласың, бір бетті оқып тастап, келесі бетке өткендей боласың. Өмір өкпелеу үшін емес, бақытты өмір сүру үшін берілген. Көпшілік мұны кеш түсініп жатады. Сондықтан әкеңді өлтірсе де құнын кеш, кешірім сұра да өкпеңнен аттап өтіп кет. Ұмыта алсаң ұмыт. Бақыт сырттан келмейді. Адамдар бақытты сырттан күтеді. Бірақ бақыт адам ойынан басталады. Жақсы ой жақсылыққа бастайды. Ой сөзге, сөз іске, іс әдетке, әдет мінезге, мінез тағдырыңа айналатынын ұмытпа. Денсаулық басты байлық. Жастық шақта денсаулықтың қадірін білмей, оны жоғалтқанда ғана бағалай бастаймыз. Өмірде бәрі өткінші. Қуанышты, қайғыда, сәтсіздікте өтеді. Қуанышты қайғы басады, қайғыны қуаныш алмастырады. Өмір кезек. Сүрінсең қайта тұр, жыласаңыз көз жасыңды сүрт. Беліңді бекем бу. Ешкім көмектеспейді, ешкім келіп өміріңді өзгертіп бермейді. Өмір үшін жауапкершілікті тек өзің ғана аласың. Жұрттан қайыр күтіп, үміттеніп өмір сүрме, өзіңе сеніп өмір сүр. Жақсылық көрсең де, жамандық көрсең де, өзіңнен екенін есте мықтап сақта. Бәрі өз қолыңда. Ешкім сенің орныңа армандарыңды жүзеге асырмайды. Ешкім сенің орныңа алға қадам баспайды. Қандай жағдай болмасын, сенің қолыңда таңдау күш, мүмкіндік. Өзіңе сен. Бүгін жасалған бір кішкентай қадам ертеңгі үлкен жетістіктеріңнің бастауы болуы мүмкін. Қиындықтар жай ғана сынақ, ал сен олардан мықтысың. Әр күн жаңа мүмкіндік. Арманда, әрекет ет, ешқашан тоқтама. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Маңыздысы қорықпай қадам жасау. Қанша қиындық кездессе де, олар сені тоқтату үшін емес, мықты ету үшін беріледі. Егер сен өзіңе сенсең, әлемде саған сенеді. Қазірден бастап армандарың үшін еңбектен. Бүгінгі жасаған істің ертеңгі жетістігіңнің негізі. Жеңіс оңай келмейді, бірақ батылдардың үлесінде. Ал сен батылсың, тек алға.